Намаз оқитын адам мынау ма дейді сізге қарап. Мін дейді. Ал ана киіп алғанын қара, айтқан сөзін қара, жүрген жүрісін қара. Мына кісінің қағазы бүтін. Ондай болса мынау намаз оқиды деп ойласа. Бәрін сіз өзіңіз тауып алғансыз негізі түбінен да. Сөйтіп енді оны Алладан көрмекшісіз. Ассалаумағалейкум қадірлі жамағат. Адал неке құру, нәпсіге бой алдырмау жөнінде ұстаз Арман Қуанышбаевтың уағызын аяғына дейін қараңыз. Біздің арнаға жазылыңыз, ұнаса лайк басыңыз. Жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Ал енді неке мәселесіне келсек, бауырлар. Ол да бір үлкен күрделі тақырып. Бұны да көп қозғайтын мәселелерім еді. Дегенмен енді бүгінгі таңда осы мәселеге кіріспе ретінде бір кішкентай уақиғаны айтқым келетіні, мысалы, бір кісі айтып береді. Мынау роддомда бір оранған келіншек босанды дейді. Дәрігерлер сұрап жатыр дейді. Фамилияңыз жақсы, әкесінің фамилиясы жақсы. Енді неке қағаздарыңыз бар ма десе, жоқ деп айтады дейді. Жоқ, не қыламыз оны деп. Енді қараңыз. Әлі күнге шейін, бауырлар, мына мен енді сіздер мүмкін енді көп әр жерлерде әртүрлі орындарда жұмыс істейсіздер, бірақ мысалы осы ақпарат насихат тобында жұмыс істеп жан-жақты әртүрлі мекемелерге кіреміз. Сол мекемелерде көп адамдардың жүзінен көретін мен бір нәрсе бар. Ана менің сақалыма, басыма киген тақияма қарап отырады да, мынау 15-ші ғасырдан келген адам бізге ақыл айтайын деп отыр деп, ана галстуғын дейді тұрыстап қойып қарап отырады қазір. Айт болсыншы дейді. Иә, біздің мұсылман халқын осындай дамымай қалған, мақау, түк білмейтін, надан, сауатсыз деп түсінеді. Бірақ сол бейшара галстук таққан адам, мысалы, алдында отырған адамның бірнеше дипломы бар. Анау кісінен философия болса да, анау кісіден тіл болса да, басқа мамандығы болса да, о кісіні бейшараны бірінші классының баласы сияқты басын қасытып қоятынын білмейді. Енді ойлаңыз, халайық адамның түріне қарай, ол кісі надан адам болғасын, адамның түріне қарай қабылдайды. Дұрыс па? Сол үшін айтқым келетіні, бауырлар, киім кигенде, жүріс тұрысыңызда барынша көркем болсаңыз екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Аллахул джамил, юхиббул джамал дейді. Алла сұлу дейді, сұлулықты сүйеді дейді. Имам Абу Ханифадан да сондай сөз бар. Имам Абу Ханифа рахматуллах алейхи айтады: мен намазға, әр намазға барған сайын өзімнің ең әсем киімімді, ең әсем әтірлерімді себініп баратынмын дейді. Бауырлар, намаз оқып, осы исламға қандай да бір өзіңіздің жаңалдегі үлесіңізді қостыңыз ба, онда біліңіз, сізге қарап халық баға береді. Бүкіл исламға баға береді. Намаз оқитын адам мынау ма дейді сізге қарап. Мін дейді. Ал ана киіп алғанын қара, айтқан сөзін қара, жүрген жүрісін қара дейді. Мен оны айтып атқаным, өзге адамдарға жағыныңыз деп жатқан жоқпын. Мысалы да, оларға барып жағынып, мәймөңкелеп, содан бір ақша сұрайтын адам сияқты алдына барып еркелеңіз деп атқан жоқпын. Жоқ. Исламның биіктігін көрсетсеңіз екен, исламның сұлулығын, көркемдігін көрсетсеңіз екен, сізден көрініп тұрса екен, киіміңізден, сөзіңізбен, мәнеріңізден. Көп адамдар, мысалы анау интернет беттерінен көреміз, көп намазхан бауырларымыз жүреді да жаңағыдай өзімнің ақымды аламын деп жаңағыдай бір 3-4 статья оқып алады да, сол статьяменен заң айтады. Ол кісі заң факультетін бітірмеген, заңгер адамға оны тапсырудың орнына бел ортадан біреуге барып таласады. Немесе өзімнің ақымды жегіздірмеймін деп ойлайды. Бұл халайық надандық болады. Осыған ұқсас кереғар біздің исламда мұсылман ұстанып жүрген адамдардың көпшілігінде осындай қателіктер бар. Манағы жаңа босану үйіндегі уақиғаға қайтып оралайық. Өзіңіз ойлаңызшы, енді бір неке қағазын барып алуда тұрған не тұр? Ойлаңызшы. Қағазбен, қазір қағазбен жұмыс істейтін заман болды. Адамның бәріне сан қойып қойды. Дұрыс па? Енді сол санды маңдайымызға жазып қоймағаны қалды, енді тек қана ше. Бәріміздің артымызда сан бар, білесіздер ма? ID деген нөміріміз бар, JSN дейді оны қазақша. Бәрімізді уже белгілеп, санап қойып қойды, ана қой сияқты сырғалап қойып қойған. Оны несіне оны айтасыз? Рас ол. Қорадағы қой сияқты бәріміздің бір-бір сырғамыз тұр, оны белгілеп қойған, ана пәленше, түгенше сіздің реттік саныңыз бар, нөміріңіз бар. Ол енді жақсылығы да бар оның.
Бірақ бауырлар, осындай бір заман келгеннен кейін айтатыным, осындай бір қағаздың бір дәуірі келгесін, сол қағазыңызды дұрыстап жүрсеңіз, сауаттылығыңызды білдірсеңіз, яғни сауаттылығыңызды таласып білдіріңіз демеймін, ана кісінің аузын ашпайтындай етіп қағаздарыңызды дайындап апарсаңыз екен. Сонда о кісілерде жұрттарда ойланса екен, мына кісінің қағазы бүтін, ондай болса мынау намаз оқиды деп ойласа екен деймін. Бірден да, мынау қағаздың бәрін түгендеп алып келді. Намаз оқисыз ба деп қарайды да. Қарасаңыз, қандай жақсы нәрсе, сіздің адалдығыңызды, сөйлеу мәнеріңізді көрсе де, намаз оқисыз ба деп сұрайды. Бұл үлкен сіз үшін бір жетістік. Сіз осы қылығыңызбен исламның биік екенін, артық екенін уағыздап тұрсыз. Халық сізге қарайды да, міне осындай болу керек дейді. Енді жоғарыдағы сұраққа айтқым келетіні, бауырлар, баяғыда бұл уақиға болған, бұл нәрсе болған, қазір де бар, енді бұдан кейін де болады. Орыс тілінде мұны максимализм деп атайды. Жастық максимализм дейді. Жастардың жаңадегі жастың буыны дейді, буы дейді. Жастықтың албырттығы мен буы деп айтайықшы мұны қазақша. Бұл жастықтың албырттығы баяғыда болған, қазір де бар, бұдан кейін де болады. Біздің мысалы алдыңыздағы арбаларға қараңыз, анау хиппи деген кез болған, клеш киіп шашын ұзын қылып қойған кездер болды. Оны жастар істеді, жұрттар оны теріс қараса да, мысалы 70-ші жылдардың қыздары мини юбка киген, сол 70-ші жылдарды, оны мен қаншыншы жылғылар, 55-ші жылдағы апаларымыз да, мысалы 70-ші жылдары, мысалы 20-ларда кигенде, 30-ларда, 80-ші жылдарға шейін сондай бір модалары болды. Халық оны ұнатпаса да, жастар соны істеді. Яғни жас халық сондай бір қырсық бір нәрсені тауып алса, содан қайтпайтын әдеті бар. Ол қазір де бар. Міне бір жастарымыз бір дінді ұстанып алады, сөйтеді да, немесе кейбір жерлерде ойланбастан тәуекелге кетіп қалатындығы. Сол тәуекелдердің бірі, ол көп осындай істер. Қазіргі осы дін барысындағы тәуекелдердің бірі жастардың некесіз арасындағы араласуы. Бұл жақсы іс емес. Оны ата-ана арқылы, оны үлкен жаңалдегі додаға салып отырып шешу керек. Жанұя мәселесі, екі адамның арасындағы мәселе, ол халықтың арасында дау болмау керек. Оған мен дәлел айтқым келетіні, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде 8-ақ рет ораза тұтқан, бауырлар. Өмірінде 8-ақ рет ораза тұтқан, Рамазанның оразасын айтып жатырмын. Өйткені 2-ші хижри жылы ораза парыз болды. 2-ші хижри жылы, Мадинаға көшіп барғаннан кейін 2-ші жылы парыз болды. Енді ойлаңыз, осы оразаның ішінде 10 күннен пайғамбарымыз этикаф отыратын, ең соңғы Рамазанын 20 күн этикафта отырды. Мешітте, жұма оқылатын мешітте күнін өткізеді, 10 күнін, мысалы, күні де, түні де сол мешітте өткізетін. Енді қараңыз, осы күндері әйел кісімен қосылуға болмайды. Сыртқа шығып, бір қандайдар өте қатты тығыз шаруамен ғана шығуға болады, басқа уақытта мешіттен шықпау керек болады. Осындай бір ғибадат бөлігі, пайғамбардың істеген амалы. Бұл ұмытылып баратыр қазір халықтың арасында. Енді осындай кезде әйел кісіменен жаңағыдегі араласу, қосылуға болмайды, және өзінің үйіне де бекер барғыштауға болмайтындықтан арқасынан пайғамбарымыздың әйелдері келіп жаңағыдегі тамағын, анау-мынауын алып кеп беріп тұратын, киім-кешегін жуып алып кеп беріп тұратын. Міне осы бір кезде пайғамбарымыз өзінің әйелімен осындай ымырт жабылған уақыт шам намазын оқып, сыртқа шығып өзінің әйеліменен шетке шығып сөйлесіп тұрса, бір топ мұсылман жігіт мешітке қарай өтіп баратқанда, әлгі жігіттер тоқтатып алып, ассалаумағалейкум бауырлар, мен Мұхаммедпін ғой, мынау кісі пәленше, бұл менің әйелім деп таныстырған екен дейді. Сөйтсе, Расулалла, біз білеміз ғой сізді, бекер бір бұрышта бөтен бір әйелмен тұрмайсыз, ондай тұрған еш нәрсе жоқ, біз білеміз десе, пайғамбарымыз, мен бұл іспенен шайтанның есігін жапқым кеп тұр деген екен. Түсініңіз ба? Яғни ер адамға исламда, немесе әйел адамға бөтен бір адамменен жеке екеуі тұрып алып, жалғыз тұрып сөйлесуі дұрыс емес. Ол семья бұзады, ол жанұя бұзады. Оны мысалы қазір дұрыс емес деп айтса, қазір біреулер дереу айтып алады, міне исламның қараңғылығы. Не қылады екен, бір әйел мен бір еркек сөйлесіп қалса, екеуі бір-бірін жеп қоя ма екен дейді.
дәл осыдан семьялар бұзылып жатыр қазір. Жеп қоям екен деген адамның семьясы. Сол жеп қоям екен деген адамға айтыңызшы, сіздің келіншегіңіз мына қараңғылау жерде бір еркекпен сөйлесіп тұрсыншы, сіз қарапайым отырасыз ба деңізші. Жүрегі тақылдап кетер, ана не сөйлесіп жатыр, ұзап кетті ғой уақыты деп. Рас қой? Сол кісіге айтасыз, сосын өзінің сөзін, ана өзінің бидайын өзіне қуырып бересіз да. Ай, сен айтатын ғой енді, жүрегің кең еді ғой, сөйлесе берсін да. Жүре берсін да. Сондықтан бауырлар, ислам осындай нәрсенің бәрін алдына қойған ғой. Қараңызшы, ортадағы жанұя мәселелері сақталсын, ортадағы бірлік, береке, ымыра деген нәрсе болсын деп үшін жат әйел еркектің арасын некеменен байланыстырып қойды. Некесіз байланыстардың арасын үзіп тастады. Бұл ислам. Бұны жастарға әсіресе айтатыным бауырлар, осы мәселені алдын ала шешіп алыңыздар. Жат әйелменен бір қандай да бір шаруа, мысалы оқу мәселесінде, жұмыс мәселесінде сөйлестіңіз ба, жұмыс орында алдыңыздағы куәлермен сөйлесіңіз. Жеке өзіңіз отырып алып сөйлесу жақсы емес ол. Енді жаңағы неке мәселесінде айтатын болсақ, рас, оны да өте көп қозғап кеттім. Жаңағыдегі отырып қалған қыздарымыз көп, жалғыз басты болып қалған әйелдер көп, қыз келіншектер көп. Бұларға некесіз баруға болмайды исламда. Ислам бұған тыйым салған. Бұл кісілерді тек қана сізде бір-ақ жол өзіңізге некелеп, екінші, үшінші, төртінші етіп некелеп алуыңызға болады. Дегенмен, халайық осы бір мәселені кішкентай назарда тұтсаңыз, бұл екінші, үшінші, төртінші неке оңай нәрсе емес. Сіз ол некені алдыңыз ба, сол үйіңізге де дәл сондай кезек қылып баруыңыз керек. Бүкіл ақысын, бүкіл нәрсесін өз орнына қоюыңыз керек. Оған көп мұсылман кісілер, әсіресе мен соңғы кездері мынау осы біраз біздің оңтүстік өлкелердің, мысалы әсіресе осы Тараз, Алматы жаңағыдегі өңірлерінен осы нәрсені байқап жүрмін. Кейбір бауырларымыз жаңағыдегі өзінің әйелін әйтеуір үйтіп бағады, сөйтеді, бай әйел іздейді екіншісіне. Мына қазақта мақал бар, бір жаман мақал бар да. Не дейді? Балық алсаң, жайын ал, майын сорасын. Қатын алсаң, қайын ал, бай боласын деген сөз бар да. Яғни, анау балық іздесең, жайын деген балық бар да, дарияда болады. Аны майлы болады, сон майлы тамақ қыласын дейді да. Егер әйел алатын болсаң, қайын жұртына қарап ал, ана бай болса, өзіңде жағдайың болып қалады деп айтады. Бұл осында бір қырсық мақал да. Осындай мақалға амал қылатын біздің мұсылман бауырларымыз бар. Өзінің әйелін зорға пәлен бала шағасымен үйіне қоя салады да, жұмыс істемейді. Бай қатынның қолына кіріп алады. Сөйтіп үйінде аксессуар болып тұрады. Еркек емес ол. Ол сол үйдегі қажеттілік. Телевизор қажеттілік, машина қажетті, телефон қажеттілік қой, дұрыс па? Қазір бәрімізде сотовый телефон бар. Сол сияқты ол сол әйел кісінің сотовый телефонына айналады. Керек уақытына қолданады, керек емес уақытында жауып қойып қояды. Тұрады ол, жаңағыдай үйінде жатады. Сол мен таң қалам, сол еркекке әйелдің тапқан тамағы қалай тамағынан өтіп жатыр деп ше? Қалай сол әйел кісінің тапқан тамағынан соны жеп жатыр екен, ана тамағынан қалай өтеді деп та, мен таң қалам мен сол еркекке. Айтқым келетіні бауырлар, бұндай өте төмен нәрсені қою керек бауырлар. Анау әйелдер қалады да, түсіндіріп кетейінші, өзінің әйелі қалады. Мына бай әйелдің үйінде жатады да бұл, қызмет қылып. Оған ақша да алып келмейді. Таза аксессуар ғой, бір керек кезінде пайдаланатын зат болып тұрады да. Бұл өзінің еркектігін жоғалту деп атайды бұны. Бұл дүниенің құлы, нәпсінің құлы деп атайды бұны. Тағы да бір осындай бір жаман әдет тағы шығып жатыр. Біреулер жаңағыдегі екінші, үшінші алғысы келіп көздері мөлтеңдеп жүреді, бірақ ана біріншісінен өте алмайды. Сөйтеді да жаңағыдегі анау келіншектерге барып айтпайды. Сөйтіп анда-санда барып тұрады. 3 айда бір, жылына бір, 2 айда бір барып, әйтеуір мүмкін тиын-тебен берер. Жақсы көреді, мен оны не қылмаймын жаңағыдегі. Ол тек нәпсі үшін емес, мүлде жаңағыдегі мүмкін екінші алып атқан үшіншісін қатты жақсы көрер. Онысына енді оның арасында жүрегін ашып көрген емеспін. Бірақ о кісінің сол қылығы да исламға жақсы емес, исламға жат қылық бауырлар. Ол қашанғы сіз штирлиц болып жүресіз, ойлаңызшы, жаңағыдегі шпион киноларындағыдай, жаңағыдегі ана жерге бір түр көрсетіп, ана жерге бір түр көрсетіп, ол қандай ес ол? Ол жақсы емес ол. Өмір бақи өтірікпен өмір сүру. Шамаңыз жетпей ма?
алмаңыз. Құранда сөйтіп айтқан ғой. Аллахым, менің күшім жетпейтін нәрсені менің мойныма салма деген. Менің күшім жетпейтін нәрсені менің мойныма салма деген. Алла да адамның қолындағы күші жетпейтін нәрсені мойнына салмайды. Сондықтан күшіңіз жетпейтін нәрсеге тараштанбаңыз. Шпагатқа отырып қалған кезіңізде қиын болады. Ананы көтере алмай. Сол үшін бауырлар, айтқым келетіні, жанұя мәселесі біреудің тағдыры ол. Біреудің тағдырын бұзбаңыз. Жанұяңыз тыныштықпен, сондай бір мәселемен ала аласыз ба, алыңыз. Аламайсыз ба, қойыңыз. Бірақ жарқын жақта өмір сүріңіз, жаңа Билайн айтпақшы. Ашық жерде өмір сүріңіз, жарық, әдемі свет түсіп тұрған жерде өмір сүріңіз. Бір қараңғылармен, қуыс бұрыш-бұрыштармен емес, жүрегіңіз кең болады. Намазыңызды бүтін оқисыз. Жүріс-тұрысыңызда күрсіне бермейсіз, жаңағыдай отырып алып, не болды екен деп, жан-жағыңызға қарап, қайта-қайта телефоныңызды әйеліңізге көрсетпей, жаңағыдай ондай өмірден аулақ боласыз да. Үйге келіп, түсінесіз бе, Құран Кәрімде сөйтіп айтады. Әйел кісі еркектің киімі деп айтады. Және бір сөзінде айтады, Алла Тағаланың сөзі. Әйел кісіні біз еркекке тыныштық үшін бердік дейді. Жанұя деген сондай бір нәрсе. Ер азамат мына бір қара күйбелең өмірде соғысып, мал тауып үйіне келеді да, рахаттанып демалу керек. Оны әйел кісілердің де құлағына алтын сырға ғой енді. Анау кейбір әйелдер бар, анау күтіп отырады да үйінде. Еркек келгеннен бастап проблема бастайды да, анау жоқ, мынау жоқ, мынаны істемеді, анау істемеді, мынау істемеді. Сосын анау кісі ойлайды, Аллахым, анау жаңағыдай жұмысқа қайтадан баруым керек болды ғой. Ол сояқта тыныштық екен дейді да, анау жұмыста жүрген тыныштық, ана базардың ішінде сол тыныштық. Үйге келсем қиын дейді. Ондай емес та негізі. Бұл жақсы емес. Кішкентай үйге кіріп келген адамға бір 20 минут тамағын ішіп, жуынып, шайынып, өзіне келуге уақыт беріңіз да, бір аздап. Бір өзіне келсін, кішкентай үйде отырым деп, ана балапандарын басынан иіскеп, тамағын ішіп, кішкентай өзіне келгеннен кейін сосын оны да ұсынудың әдісі бар. Жайлап келіп, отағасы, енді біздің үйде бір проблема шығып тұр. Мысалы да, енді ана пәленше мына бөлмеде свет жанбай қалды, электрик керек еді. Өзіңіз істейсіз ба, жоқ, шақыртасыз ба? Мына жерде бұзылып тұр. Мынандай істегеніміз дұрыс шығар деген сияқты ортаға қойылады. Енді рас ол, біздің қазақтың еркектерінің көпшілігі жалқау да, оны мойындау керек та. Жаңағыдай ол жұмыс істеп келіп, үйіне келіп, аяғын көтеріп жатса, біреу жұмыс бұйырса, соған зорға тұрып, жаңағыдай соны істегісі келмей, әйтеуір сондай қылып тұрамыз. Сол бір қанымыздағы нәрсе да. Бірақ бауырлар, сіздің жұмысыңызды басқа ешкім істеп бермейді. Бұл еркекке де айтылатын нәрсе, бауырлар, жанұяңызға берік болыңыз. Өзіңіздің жанұяңыз, үйіңіз, ұяңыз ол. Сол ұяңызды әдемі, көркем, таза, әдемі қылып ұстауға әрекет жасаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Үйлеріңізді, аулаларыңызды таза ұстаңыздар, яһудилерге ұқсап қоқыс қылып өтпеңіздер деген сөзі бар. Сондықтан үй, жанұяңызды көркем, әдемі қылып, шамаңыз жеткенше әйбат бір әдемі көріністе ұстауға әрекет жасасаңыз екен. Ұзын сөздің бір жиынтығы, бауырлар, жанұя құрам десеңіз, ол мәселені өте жіті, өте кеңінен ойлап, оны анық қылып шешіңіз. Абай атамыз айтқан, ақырын жүріп, анықпас, еңбегің кетпес далаға деп айтады. Яғни ақырын жүріңіз және басатын қадамыңызды анық басыңыз, сонда еңбегіңіз далаға кетпейді. Ал өткінші бір нәпсіге еріп, өткінші бір өмірге еріп, бір қандай да бір жанұяға, бір қандай да бір тиын-тебенге бола дініңізді сатып, тыныштығыңызды сатып, өміріңіздің бәрін сондай бір күйбелеңге айналдырмаңыз. Құран Кәрімде Алла Тағала айтады, жер бетіндегі бұзықшылықтар, жер бетіндегі жаңағыдегі бақытсыздықтардың көпшілігі адамдардың өзінің қолымен жасағанынан болады дейді. Сіз көп проблемаңызды үйдегі, мысалы, көп адам ойлайды ғой, менің басында мынша проблема тұр дейді. Соны ойласаңыз, сол проблеманың бәрін сіз өзіңіз тауып алғансыз негізі, түбінен да. Сөйтіп енді оны Алладан көрмекшісіз. Құдай, менің басыма не жазып қойдың? Мен саған не істеп қойдым? Қалай не істеп қойдың? Сіз ол Алла Тағала сіз тыныш жүрген адамға алып келіп мойнына проблема беріп қойған емес. Бәлки ол қандай да бір басыңызға қайғы қасірет келсе, Алла таманнан сынақ ол сізге. Және сіз өзіңізден сол жамандықты сіз өзіңіз алып келіп отырсыз. Осыны ұмытпасаңыз екен.